Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен песочный сукроп деп аталатын немесе ракушка печеньесінің рецептімен бөлісемін. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымыздың үстіне шекерімізді салып, қасықпен немесе миксермен жақсылап араластырамыз. Содан кейін оның үстіне қаймағымызды салып, тағы да араластырамыз. Мен жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөлек екі ыдысқа бөліп алдым. Бұл массамызға екі жұмыртқаның сары уызын қосып, тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ситодан ұнымызды өткізіп, қамыр еритін боламыз. Алдымен қасықпен қоюланғанға дейін араластырып, содан кейін барып қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз бізде жұмсақ болып шығады. Содан кейін оны пакетке салып, 1,5 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Мен қамырды 1,5 сағат холодильникте қалдырдым. 1,5 сағаттан кейін барып салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаның ақ уызын салып, миксермен араластырамыз. Содан кейін барып шекерімізді аз-аздан сала отырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Бізде ыдысымыз құрғақ болу керек және миксерімізде құрғақ болуы міндетті. Әйтпесе бізде салмасы шықпай қалуы мүмкін. Шекеріміздің барлық бөлігін салып араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығуы қажет. Осылай ыдысымызды төңкерген кезде біздің массамыз ақпауы қажет, яғни өз қалпын ұстап тұруы шарт. Енді қамырымызды пакеттен шығарып, пышақпен майда бөлшектерге бөлеміз. Алдымен осылай ортасынан бөліп аламыз. Содан кейін кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Бөлінген қамырларымыздың барлығын осылай қолымызбен домалақтап аламыз. Алдымен тақтайымыздың үстіне ұнымызды сеуіп аламыз. Содан кейін қамырымызды алдымен қолымызбен осылай үлкейтеміз. Содан кейін барып оқтаумен қамыр жаятын боламыз. Қамырымызды оқтаумен жұқа әрі үлкендеу етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң көзбен 4 бөлікке бөлетін боламыз. Соның бір бөлігіне салмасын саламыз. 2 қасықтан салсақ жеткілікті. Содан кейін қамырымыздың бетін алдымен осылай жауып аламыз. Содан кейін тағы бір рет бетін жабамыз. Енді шет-шетін біріктіріп аламыз. Содан кейін барып вилкамызбен осылай басып шығатын боламыз. Барлық қамырларды осылай дайындап шығамыз. Барлық печеньені видеода көрсеткендей дайындап шығыңыздар. Енді осылай жасаған печеньеміздің барлығын қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Менің пешімде печеньелер 20-25 минутта пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Пештен шыққаннан кейін печеньелеріміздің үстіне сәндік мақсатында сахарный пудраны сепсеңіздер болады. Өте дәмді әрі қытырлақ печеньелер шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.